Тақуалығымен танылған құлдардың бірі Суфиян Саури бұл дүниелік дәм-тұзы таусылуға жақын өмірінің соңғы сәттерінде жастығының астынан бір кесе шығарады, іші толған алтын. Жанындағы достарына мынаны садақа ретінде таратыңдар деді. Бұл жайтқа достары таң қала, о тауба, біз білетін Суфиян Саури бұл дүниелік еш нәрсеге пысқырып қарамаушы еді. Осыншама байлықты сақтап келгендігінің себебі не болды екен деп бір-біріне қарасты. Олардың таңданысын байқаған Суфиян Саури өз ісінің астарын сонда былай деп түсіндірген екен: мен бұл ақшамен дінімді қорғаштадым. Шайтан мен нәпсімнің аузын аштырмадым. Қашан нәпсі мен шайтан маған: ей, сіңірі шыққан пақыр, қашанға кер киіммен ішер асқа жармай жүре бересің, одан да ақша тап, деп маған дүниелік желік берген сайын, мен оларға алтын толы кесемді көрсете маңайыма жолатпаушы едім. Бұл алтындарды мен соларға қарсы қару ретінде қолданып келдім деген екен.